2025 жылғы 25 сәуірден бастап мопед жүргізушілері механикалық және көлік құралдарының жүргізушілеріне жүктелген жауапкершіліктің барлық спектрін көтеретін болады. Мысалы, бағдаршамның тыйым салу сигналына өткен үшін мопед жүргізушісіне 10 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салынады. Сонымен қатар мас күйде мопед жүргізетіндерге де баса назар аударғымыз келіп отыр. Қазір мопедті алкогольдік масаң күйде басқарғандарға әкімшілік кодекстің 440 бабы бойынша қоғамдық орындарда масаң күйде болғаны үшін жауапты болатын және 5 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салу жазасы қолданылатын. Әкімшілік кодекстің 608 бабы бойынша нормалар қабылданғаннан кейін мопед жүргізуші алкогольдік масаң күйде көлік құралын жүргізген үшін жауапты болады және санкция 15 тәулікке әкімшілік қамаққа алуды және 7 жыл мерзімге көлік құралын басқару құқығынан айыруды көздейді.